Сәлем достар, бұл екінші бөлімі. Жаңағыдай Pixar программасын ашып, плюсикті басып, бірінші бөлімін көргендер шаблонды қай жерден алғанымызды біледі. Енді қазір рекламаны алып тастаймыз да, міне біздің шаблонымыз дайын. Галереядағы шаблонды Pixar'тың ішіне қоямыз. Енді астында стикері деп тұр. Сол стикеріға басасыздар. Стикерға басқаннан кейін төбесіне қыз ұзату, қыз деп, мысалы, свадьба деп жазсаңыздар болады. Міне қыз деп жаздым стикеріға, и ол жерде осындай гүлді қыз шықты. Қыз ұзату десеңіздер де осы сурет шығады. Енді осы суретті екі бетіне қойып шықтым. Міне қазір қайтадан стикерға басасызда. Енді стикерға басып рамка деп, мысалы, рамка деп әртүрлі жазуды жазсаңыздар, осындай рамкалар шығу керек. Осы рамканы осы бетке қойып шығасыздар. Міне. Осылай қойып аламыз рамканы. Қойып алғаннан кейін төбесінде екі білекке тұр, соған басып копия жасайсыздар. Міне. Енді бұл жерде бізде ортасы пустой болып қалды. Сол үшін қайттан стикерға басып, цветы деп жазсаңыздар, әр түрлі гүлдер шығу керек сізде. Коронасы барды таңдамаймыз. Коронасы бар, ол платный. Бесплатный версиямен де әдемі шаблон жасауға болады. Міне, гүлдің түсін қазір өзгертеміз. Астында эффекті деп тұр, көріп тұрсыздар ғой. Эффектіға басасыздар қазір. Басқаннан кейін сізде гүлдің өзі шығады. И гүлге стрелканы апарып, гүлдің түсін өзгертеміз. Мысалы, сіз жаңағыдай розовый қылып қалдыра берсеңіз де болады. Міне қазір гүлдің түсін кішкене көкшілдеу қылып өзгертемін. Фиолетовый, көк. Енді қараңыздар, бізде жаңағы рамканың түсін де өзгертім келіп тұр. Рамканың түсін жаңағыдай тоже эффектіға кіріп, возмещениеға басып, рамканың түсін өзгерте саласыздар. Міне рамкамыздың түсі өзгерді. Енді төбесіне готово дегенді басып, стрелка қарап тұр, төмен қарай сол стрелкаға басып, сохранить етіп аласыздар. Келесі видеода осы істеген шаблонымыздың сборкасын жасайтын боламыз. Обязательно көріңіздер.